Назар аударыңыз. Бұл отбасылық шиеленістер арнасының авторлық әңгімесі. Оқиға көркем шығарма ретінде жазылған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Бейнені немесе мәтінді авторның рұқсатынсыз толықтай көшіруге, қайта жүктеуге және өз атыңыздан жарияламауыңызды сұраймын. Авторлық еңбекті құрметтегеніңіз үшін рахмет. Менің атым Айгүл. 42 жастамын. Өмірімде ерекше бір нәрсе болып кетеді деп ешқашан ойлаған емеспін. Менің бар арманым балаларым аман болсын, күйеуім Марат вақтадан сау аман оралсын. Үйіміздің берекесі бұзылмасын деген қарапайым ғана тілек еді. Марат екеуміздің отасқанымызға 19 жыл болған. 19 жыл ішінде қуанышты да, қиындықты да бірге көрдік. 2 баламыз бар. Үлкен қызымыз университетте оқиды. Кішкентайымыз мектепте. Марат соңғы бірнеше жылда вақтамен жұмыс істейтін болды. Айлап үйден кетеді. Алғашқы кезде оған қатты қиналатынмын. Кешке жұмыстан шаршап келгенде есік ашылып, оның аяқ киімін шешіп кіргенін көрудің өзі маған бақыт еді. Кейін вақтаға үйрендік. Телефонмен сөйлесіп, күн сайын жағдай сұрасатын болдық. Бірақ адамның жүрегі бәрібір үйренбейді екен, әсіресе түнде. Сол түнінде Маратпен кешкісін телефон арқылы сөйлескенмін. Балалар қалай? Деді ол. Жақсы. Өзіңше? Жақсымын. Бірақ мен оның дауысынан шаршағанын сездім. Ұйықтай бер, ертең ерте тұрам, деді ол. Жақсы. Өзінде демал. Телефонды қойған соң үй іші қайтадан тып-тыныш болып қалды. Сағат түнгі 11-ден асып кеткен. Балалар бөлмелерінде ұйықтап жатыр. Мен ас үйде жинап болып, шай қойдым. Терезенің сыртында жел соғып тұрды. Сол кезде есік қоңырау шырылдады. Бір рет. Сосын тағы. Мен сағатқа қарадым. Сағат 23:18. Кім болуы мүмкін, деп ойладым. Марат емес екені анық. Балаларда ешкімді күтпеген. Есіктің ар жағынан ер адамның дауысы естілді. Айгүл, менмін. Жүрегім біртүрлі дүрсілдеп кетті. Дауысты бірден таныдым. Ерлан. Мараттың бала кезден бірге өскен досы. Мен есікті бірден ашпадым. Ерлан аға, дедім есіктің ар жағынан. Иә, ашшы. Маратқа қатысты бір нәрсе бар. Менің көңілім бірден алаңдап кетті. Маратқа бірдеңе болды ма? Жоқ, қорықпа. Бірақ сөйлесу керек. Мен есікті аштым. Ерлан қолында қара сөмке ұстап тұр екен. Жасы 45 шамасында. Үстінде қара күрте. Бетінен шаршағаны көрініп тұр. Кешір, түнде келген ме? Деді ол. Маратқа не болды? Ештеңе болған жоқ. Онда неге түнде келдіңіз? Ерлан біраз үнсіз тұрды. Марат маған бір зат беріп кеткен еді. Саған жеткіз деп. Ол сөмкесін көтерді. Қандай зат? Үйге кірейін, айтайын. Мен бір сәт ойланып қалдым. Түн ішінде жалғыз ер адамды үйге кіргізудің өзі ыңғайсыз еді. Бірақ ол Мараттың ең жақын досы болатын. Кіріңіз. Ерлан ішке кірді. Мен есікті жаптым. Ол аяқ киімін шешіп, дәлізде біраз тұрды. Балалар ұйықтап жатыр ма? Иә. Жақсы. Ол ас үйге кірді. Мен шай ұсындым. Шай ішесіз бе? Аздап. Шайнекті қайта қостым. Ерлан орындыққа отырды. Мен оның алдына шай қойдым. Бірақ ол кесеге қол тигізбеді. Кек маған қарап отырды. Не болды? Дедім шыдамай. Айгүл. Иә? Марат саған соңғы кезде бәрін айтып жүр ме? Мен қабағымды түйдім. Нені? Жұмысы туралы. Иә, неге? Ерлан жауап бермеді. Вақтада жағдай қалай екенін де білесің бе? Білем, неге сұрап отырсыз? Ол тағы үнсіз қалды. Менің мазам кетті. Ерлан аға, ашық айтыңызшы. Маратқа бірдеңе болды ма? Жоқ. Онда? Ерлан сөмкесін ашты. Ішінен кішкентай қоңыр конверт шығарды. Оны үстел үстіне қойды. Мынаны Марат берді. Мен конвертке қарадым. Ішінде не бар? Өзін аш. Мен конвертті қолыма алдым. Сыртында ештеңе жазылмаған. Неге өзі бермеді? Ерлан көзін төмен түсірді. Өйткені саған мұны өз айтуға батылы жетпеді. Осы сөзден кейін жүрегін тарс ете қалды. Не айтып тұрсыз? Мен ештеме айтып тұрған жоқпын. Конвертті аш. Қолым дірілдей бастады. Конвертті ақырын аштым. Ішінен бір ғана бүктелген қағаз шықты. Мен қағазды жайып оқи бастадым. Бірінші жолын көргенде ақ қатып қалдым. Айгүл, егер бұл хат сенің қолына тиген болса, мен саған бір нәрсені айтуға мәжбүрмін. Көзім қағаздан көтеріліп, Ерланға қарады. Бұл Мараттың жазуы ма?
Иә. Ол мұны қашан жазған? Ерлан жауап бермеді. Мен ары қарай оқыдым. Бірақ хаттың ортасына келгенде қолымдағы қағазды түсіріп алдым. Жоқ. Ерлан орнынан тұрды. Айгүл, Марат мұны неге жазған? Өйткені ол саған шындықты айта алмады. Қандай шындық? Оны Мараттың өзі айтуы керек еді. Бірақ сіз білесіз ғой. Білем. Онда айтыңыз. Ерлан үнсіз қалды. Мен ашуландым. Түнгі 11-де үйіме келіп хат әкеліп сосын үндемей отырасыз ба? Мен саған көмектескім келеді. Маған көмектескіңіз келсе, шындықты айтыңыз. Ол терең дем алды. Жақсы. Ерлан маған тіке қарады. Бірақ мен айтсам, сен Маратқа бұрынғыдай қарай алмайсың. Осы сөзден кейін үй ішіндегі тыныштық бұрынғыдан да ауыр сезілді. Мен орындыққа отырдым. Айтыңыз. Ерлан біраз үнсіз тұрды. Сосын, Мараттың бұл бақтаға кетуінің себебі сен ойлағандай емес. Менің жүрегім тағы да дүрсілдеді. Не дегеніңіз? Ол жұмыс үшін ғана кеткен жоқ. Қалай сонда? Ерлан көзін тайдырды. Оның кетуіне басқа себеп болды. Қандай себеп? Айгүл, сен соңғы уақытта Мараттың мінезінен өзгеріс байқаған жоқсың ба? Мен ойландым. Байқағанмын. Әрине, байқағанмын. Соңғы айларда Мараттың мінезі өзгерген. Телефонын бұрынғыдан жиі жасыратын. Кейбір сұрақтарыма қысқа жауап беретін. Тіпті вақтаға кетердің алдында бір түнде ұзақ уақыт ұйықтамай отырған. Мен оны жұмыстың қиындығынан шығар деп ойлағанмын. Байқадым, дедім ақырын. Ерлан басын изеді. Демек, сезген екенсің. Нені? Ол жауап беруге дайындалып тұрған кезде, кенет оның телефоны шырылдады. Ерлан телефонына қарады. Бірден өшіріп тастады. Кім? Ешкім. Неге көтермедіңіз? Қазір оған жауап берудің қажет жоқ. Кім екенін көрсетіңіз. Айгүл, көрсетіңіз. Ерлан телефонын үстелге қойды. Экран қайта жанды. Мен байқамай экранға көз салдым. Қоңырау шалушының аты жазылып тұр екен. Марат. Менің жүрегім мұздап кетті. Марат сізге қоңырау шалып жатыр ма? Ерлан телефонын қолына алды. Иә. Ол сіздің менің үйімде отырғаныңызды біле ме? Ерлан үндемеді. Сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Бұл жай ғана Мараттың хаты емес еді. Ерланның түн ішінде үйге келуі де кездейсоқ емес болатын. Ал Марат дәл сол уақытта оған қайта-қайта телефон шалып жатты. Мен Ерланға қарап. Сіз маған айтпай жүрген тағы бір нәрсе бар дедім. Ерлан көзінде бірнеше секунд үнсіз бақылады. Сосын өте баяу. Иә, бар. Қандай? Ол есік жаққа қарады. Бірақ оны айтпас бұрын сен бір нәрсені білуің керек. Не нәрсен? Марат сен туралы менен бір нәрсе сұраған. Менің денем мұздап кеткендей болды. Мен туралы? Иә. Не сұрады? Ерлан жауап берместен бұрын телефоны тағы шырылдады. Бұл жол экранда тағы да бір хабарлама шықты. Марат. Ерлан, оған ештеңе айтпа. Мен хабарламаны анық көріп тұрдым. Ерлан да менің көргенімді түсінді. Бірақ ең қорқыныштысы, сол хабарламадан кейін тағы бір хабарлама келді. Ертеңге дейін күт. Мен Ерланға қарадым. Ертеңге дейін нені күтеміз? Ол үнсіз қалды. Сол түні мен оның үйден кетуіне мүмкіндік бермедім. Өйткені енді мен Мараттың хатының соңында не жазылғанын білгім келді. Ал ол хаттың соңғы бетінде менің бүкіл өмірімді өзгерте алатын бір ғана есім бар еді. Түнгі сағат 12-ден асып кеткен. Ас үйдегі сағаттың тықылы ғана естіледі. Ал менің қолымда Мараттың хаты. Хаттың соңғы жолдарын қайта-қайта оқып отырдым. Бірнеше минут бұрын ғана күйеуімнің досы Ерланға келген хабарлама көз алдынан кетпей қойды. Ерлан, оған ештеңе айтпа. Сол бір сөйлемнің өзі менің ішімдегі күдіктің бәрін оятып жіберді. Мен қағазды үстелге қойдым. Ерлан аға, енді мен сізден бір ғана нәрсе сұраймын. Не? Марат мен туралы сізге не айтты? Ерлан төмен қарады. Бұл әңгімені бастау қиын. Маған бәрібір. Айгүл. Жоқ, қазір үндемеңіз. 19 жыл бойы мен оның әйелі болдым. Егер күйеуім мен туралы біреуге менен жасырып бірдеңе айтып жүрген болса, мен білуге тиіспін. Ерлан ауыр күрсінді. Марат сенің маған сенетінді біледі. Нені білдіреді бұл? Ол кейбір мәселелерді маған айтып отырған. Қандай мәселелер? Ерлан жауап бермеді. Мен орнымнан тұрдым. Онда кетіңіз. Ол маған таңғалып қарады.
Не? Егер айта алмайтын болсаңыз, иімнен шығыңыз. Ерлан орнынан баяу көтерілді, бірақ есікке жеткенде тоқтады. Жақсы, айтайын. Мен қайта отырдым. Марат соңғы 3 айда сен туралы бірнеше рет сұрады. Нені сұрады? Айгүл бір нәрсе сезіп жүр ме деді. Менің жүрегім қысылып кетті. Нені сезуім керек? Оны мен де сұрадым. Сонда ол жауап бермеді. Ал сіз неге маған бірден айтпадыңыз? Себебі мен Мараттың отбасының ішкі мәселесіне араласқым келмеді. Бірақ бүгін түнде араласып отырсыз. Ерлан басын изеді. Өйткені жағдай өзгерді. Қалай? Марат маған сенің қауіпсіздігіне алаңдайтынын айтты. Мен еріксіз күліп жібердім. Қауіпсіздігі ме? Иә. Күйеуім мені неден қорғамақ? Ерлан жауап бермеді. Мен үстелдегі хатты көтердім. Мына хатта неге мен саған бәрін айта алмадым деп жазған. Өйткені ол шындықты телефонмен айтқысы келмеген. Қандай шындық? Ерлан маған ұзақ қарады. Мараттың вахтаға кетуінің алдында үлкен мәселе болды. Қандай мәселе? Ақшаға байланысты. Мен бір сәт тынышталдым. Ақша ма? Иә. Қарыз ба? Одан да күрделі. Мен үнсіз қалдым. Мараттың қарызы бар екенін бұрын білмейтінмін. Қанша? Нақты сомасын білмеймін. Шамамен. Ерлан біраз кідірді. 15 миллионға жуық. Мен орнынан тұрып кете жаздадым. Не? Айгүл, тыныштал. 15 миллион? Даусым қатты шығып кеткенде, балалар оянып кетпесін деп аузымды қолыммен жауып қалдым. Марат 15 миллион қарыз алып, маған айтпаған ба? Ол ақшаны өзі үшін алған жоқ. Онда кім үшін? Ерлан үнсіз қалды. Менің күдігім күшейді. Кім үшін? Оны Мараттың өзінен сұрауым керек. Бірақ ол қазір мұнда жоқ. Сондықтан мен келдім. Мен оның жүзіне қарадым. Сонда сіз маған бәрін айту үшін келдіңіз бе? Жоқ. Онда не үшін? Ерлан жауап бермеді. Дәл сол кезде сыртқы есік жақтан әлсіз дыбыс шықты. Біреу есіктің тұтқасын қозғалтқандай болды. Екеуміз де жалт қарадық. Менің жүрегім аузыма тығылды. Кім ол? Ерлан бірден орнынан тұрды. Балалар шығар. Балалар бөлмеде. Екінші рет тұтқа қозғалды. Бұл жолы анық естілді. Ерлан маған: телефонымды ал, деді. Не үшін? Қазір ештеңе сұрама. Ол дәлізге қарай жүрді. Мен артынан бардым. Ерлан есікке жақындап, көшеден сыртқа қарады. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Кім? Ол маған бұрылды. Ешкім жоқ. Қалайша? Біреу кетіп қалған сияқты. Мен есікті ашуға ұмтылғанымда Ерлан қолынан ұстап тоқтатты. Ашпа. Неге? Өйткені мен сырттан аяқ дыбысын естідім. Екеуміз бірнеше секунд үнсіз тұрдық. Сосын бәрі тынды. Мен қайта ас үйге кірдім. Ерлан есікті тексеріп құлыптады. Бұл не болып жатыр өзі? Дедім мен. Білмеймін. Сіз білесіз. Айгүл, сіз бәрін білесіз. Ол үндемеді. Мен оның телефонын көрсеттім. Мараттың соңғы хабарламасын көрсетіңіз. Жоқ. Неге? Өйткені ол саған арналмаған. Бірақ ол мен туралы. Ерлан телефонды қалтасына салып қойды. Сол сәтте менің телефоным шырылдады. Экранда Марат. Мен бірден көтердім. Алло? Ар жақтан күйеуімнің дауысы естілді. Айгүл. Дауысы бұрынғыдай емес. Иә. Үйде кім бар? Мен үндемедім. Марат қайта сұрады. Айгүл, үйде кім бар? Мен Ерланға қарадым. Неге сұрап тұрсың? Бірнеше секунд тыныштық болды. Сосын Марат: Ерлан бар ма? Менің жүрегім тағы да дүрсілдеп кетті. Иә. Мараттың дем алғаны естілді. Оған телефонды берме. Неге? Айгүл, мені тыңда. Сен маған шындықты айтпайсың. Қазір сұрақ қойма. 15 миллион қарызың бар ма? Ар жақтағы тыныштық бәрін айтып берді. Мен көзімді жұмдым. Бар екен ғой. Марат өте баяу. Ерлан саған бәрін айтқан жоқ. Ол тағы нені айтқан жоқ? Сен оған сенбе. Мен Ерланға қарадым. Неге? Марат: өйткені ол сөзін аяқтай алмай қалды. Телефоннан бір түрлі шу естілді. Марат? Марат! Қоңырау үзілді.
Мен телефонға қарап қатып қалдым. Ерлан маған жақындады. Не деді? Сізге сенбе деді. Ерланның жүзі өзгеріп кетті. Тағы не деді? Өйткені, деді де байланыс үзілді. Ерлан орындығына қайта отырды. Бірнеше секундтан кейін ол, демек, о саған айтуға дайын емес, деді. Ал сіз дайынсыз ба? Мен саған шындықтың бір бөлігін ғана айттым. Қалған қандай? Ерлан көзін төмен түсірді. Мараттың 15 миллион қарызы бар. Оны білем. Бірақ ол қарызды өзі алған жоқ. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Кім алды? Ерлан маған қарады. Сенің атыңа рәсімделген. Мен ештеңе түсінбей қалдым. Не? Құжат бойынша қарыз алушы сен. Бұл мүмкін емес. Мүмкін. Мен ешқандай несие алған жоқпын. Білемін. Онда менің атыма қалай рәсімделеді? Ерлан жауап бермеді. Менің қолым қалтырай бастады. Марат менің құжаттарымды пайдаланған ба? Жоқ. Онда кім? Ерлан ақырын ғана. Сол сұрақтың жауабын Мараттың өзі біледі. Мен орындыққа отырдым. Басым айналып кетті. 19 жыл бірге өмір сүрген адам менің атыма 15 миллион қарыз рәсімделгенін менен жасырған. Бірақ бұл әлі ең жаман емес еді. Ерлан сөмкесін қайта ашты. Ішінен бірнеше қағаз шығарды. Мынаны қара. Мен құжаттарды алдым. Бірінші бетке қарадым. Менің аты жөнім тұр. Жеке мәліметтерім. Қол қойылған. Бірақ қолтаңба менің қолтаңбам емес. Бұл жалған. Иә? Онда кім жасаған? Ерлан үндемеді. Мен қағаздарды ақтара бастадым. Соңғы бетке жеткенде бір адамның аты жөнін көрдім. Сол атты көрген сәтте жүрегім су ете қалды. Өйткені ол адамды мен өте жақсы танитынмын. Ол менің ең жақын құрбым еді. Гүлнар. Мен құжатты қолынан түсіріп алдым. Жоқ. Ерлан. Енді сен түсіндің, неге Марат саған шындықты айтуға қорқатынын. Мен оған қарадым. Гүлнардың бұл іске қандай қатысы бар? Ерлан жауап бермеді. Мен орнымнан тұрып, таң атқанша маған бәрін айтасыз, дедім. Ерлан басын изеді. Жақсы. Бірақ сол сәтте мен оның сөмкесінің түбінен тағы бір конверттің шығып тұрғанын көрдім. Конверттің сыртында бір ғана сөз жазылған. Айгүлге. Тек Ерлан жалғыз қалғанда бер. Мен конвертке қарап қалдым. Бұл не? Ерланның жүзі әп-сәтте өзгерді. Оны ашуға әлі ерте. Мен конвертті қолыма алдым. Жоқ, енді кеш. Сол түні біз таң атқанша ұйықтаған жоқпыз. Ал менің қолымдағы екінші конверттің ішінде Мараттың 19 жыл бойы менен жасырған ең үлкен құпиясы бар екенін ол кезде әлі білмедім. Таңғы сағат 4-ке таяп қалған. Үйдің іші тым-тырыс. Балалар әлі ұйықтап жатыр. Ал менің алдымда Мараттың екінші конверті. Бірнеше минуттан бері қолымда ұстап отырмын. Ашуға қорқамын. Бірақ ашпасам, миымдағы мың сұраққа жауап таба алмайтынымды түсіндім. Ерлан қарсы алдында үнсіз отыр. Неге ашуға болмайды дедіңіз? Дедім. Себебі бұл хатты Марат маған бірнеше ай бұрын берген. Неге сізде сақталды? Өйткені ол бір күні сенің бәрін білуің мүмкін екенін түсінді. Ал қазір неге бердіңіз? Ерлан маған тіке қарады. Өйткені енді жасырудың мәні қалмады. Мен конвертті аштым. Ішінен 3 парақ шықты. Бірінші парақтың жоғарғы жағында дата тұр. 2019 жыл. Мен қабағымды түйдім. Бұл 7 жыл бұрын жазылған ба? Иә, мен оқи бастадым. Айгүл, егер осы хатты оқып отырсаң, демек мен саған айтуға батпаған нәрсені Ерлан жеткізді. Мен бірден тоқтадым. Ол менің атымды жазыпты? Иә, ары қарай оқыдым. Менің ең үлкен қателігім сенен ақша жасырғаным емес. Менің ең үлкен қателігім бір адамға тым қатты сенгенім. Жүрегім қысылды. Келесі жолға көз жүгірттім. Сол адам менің досым емес еді деп айта алмаймын. Ол маған бауырындай жақын болды. Бірақ бір күні оның кесірінен біздің отбасы үлкен қиындыққа ұшырады. Мен Ерланға қарадым. Бұл сіз туралы ма? Ол басын шайқады. Жоқ. Онда кім туралы? Оқы. Мен ары қарай жалғастадым. Хатта Мараттың бірнеше жыл бұрын бір кәсіп бастауға ақша жинаған жазылған.
Ол өз жинағын, банктен алған қаражатын және таныстарынан қарыз алған ақшасын бір жерге салмақ болған. Бірақ серіктесі ақшамен бірге жоғалып кеткен. Марат сол кезде бар жауапкершілікті өз мойнына алған. Менің жүрегім ауырды. Өйткені сол жылдары Марат маған жұмысында қиындық болып жатыр дегеннен басқа ештеңе айтпаған еді. Мен оны жұмыстың уақытша мәселесі деп ойлағанмын. Ал ол қарызбен күресіп жүрген. Бірақ хаттың келесі бетінде жағдай мүлде басқа жаққа бұрылды. Сол кезде мен бір адамның көмегіне жүгіндім. Ол менің құжаттарымды алып, қарызды қайта рәсімдеуге көмектесемін деді. Мен тоқтадым. Құжаттар? Ерлан басын изеді. Оқы. Мен ары қарай қарадым. Мен оған сендім. Бірақ кейін құжаттардың кейбірі менің әйелім Айгүлдің атына рәсімделгенін білдім. Менің қолым дірілдеп кетті. Демек бұл бұрыннан келе жатқан нәрсе. Иә. Ал Гүлнар ше? Ерлан жауап бермеді. Мен хаттың соңына қарай асыға бастадым. Бір кезде таныс есім кездесті. Гүлнар. Менің көз алдым бұлдырап кетті. Гүлнар бәрін білетін. Бірақ ол менің жауым емес еді. Керісінше, ол Айгүлге көмектесуге тырысты. Мен бірден Ерланға қарадым. Қалай? Оқы. Мен Гүлнарға сеніп, Айгүлдің құжаттарына қатысты мәселені шешуді сұрадым. Бірақ кейін оның да бұл іске араласқанын білдім. Мен қағазды үстелге қойдым. Ол араласқан? Иә. Сонда Гүлнар мені сатып кеткен бе? Олай деуге болмайды. Неге болмайды? Ерлан үнсіз қалды. Мен орнымнан тұрып кеттім. Мен оған 20 жылға жоқ уақыт сендім. Айгүл, сабыр ет. Қалай сабыр етемін? Менің даусым дірілдеп шықты. Күйеуім менің атыма қарыз рәсімдергенін жасырған. Құрбым бұл істі білген. Ал сіз осының бәрін бірнеше жыл бойы білдіңіз. Ерлан орнынан тұрды. Мен бәрін білген жоқпын. Онда нені білдіңіз? Ол біраз үнсіз тұрды. Сосын, Мараттың сені қорғау үшін кейбір нәрсені әдейі жасырып жүргенін білдім. Мені қорғау үшін? Иә. Өзінің өтірігімен бе? Ерлан үндемеді. Мен қайта отырдым. Басындағы сұрақтар көбейе берді. Марат неге вахтаға кетті? Қарызды жабу үшін. 15 миллионды ма? Иә. Бірақ ол ақша қайда кетті? Ерлан маған қарады. Бәрі қарызды жабуға кетпеді. Менің жүрегім тағы да дүрсілдеді. Қалғаны қайда? Оны Марат қана біледі. Сол сәтте мен Маратқа қайта телефон шалғым келді. Бірақ Ерлан қолымды тоқтатты. Қазір шалма. Неге? Өйткені ол сенің не білетінді біліп қойса, бәрін қайта жасыруы мүмкін. Мен телефонымды үстелге қойдым. Онда сіз не ұсынасыз? Таң атқанша күтейік. Неге таң атқанша? Себебі мен саған тағы бір нәрсе көрсетуім керек. Ол сөмкесінен телефон шығарды. Мына видеоны көр. Қандай видео? Марат түсірген. Мен экранға қарадым. Видео бірнеше жыл бұрын түсірілген. Мараттың өзі отыр. Жүзі шаршаңқы. Камераға қарап сөйлеп отыр. Егер бұл видеоны Айгүл көріп отырса, демек менің жоспарым іске аспады. Мен демімді ішіме тарттым. Марат жалғастырды. Айгүл, мен сенен кешірім сұраймын. Мен саған шындықты айта алмадым. Бірақ сенің өміріңді бұзғым келген жоқ. Видео бір сәтке тоқтап қалды. Сосын Марат. Ерлан саған көмектеседі. Бірақ оған да толық сенбе. Мен экранға телміріп қалдым. Неге ол сізге сенбе дедім. Ерлан басын шайқады. Мен өзім де түсінбеймін. Видео қайта жалғасты. Мараттың келесі сөзі мені орнынан тұрғызды. Егер Гүлнар сенің қасына келсе, оған ештеңе айтпа. Ол бәрін білмейді. Бірақ оның жанында жүрген бір адам бәрін біледі. Видео аяқталды. Үй іші қайтадан тыныштыққа батты. Мен бірнеше секунд сөйлемедім. Гүлнардың жанында жүрген адам. Ерлан. Иә. Кім? Білмеймін. Марат біледі. Иә. Мен орнынан тұрдым. Онда мен қазір Гүлнарға барам. Түнгі 5-ке жақындады. Маған бәрібір. Айгүл, асықпа. Жоқ, 7 жыл бойы асықпай жүрдім. Мен телефонымды алдым. Гүлнардың нөмірін тердім. Қоңырау бірден қабылданды. Айгүл? Оның дауысы ұйқылы-ояу шықты. Гүлнар, сен ұйықтап жатасың ба? Иә, не болды? Мен бірден сұрадым.
Сен Мараттың қарызы туралы білесің бе? Ар жақта тыныштық орнады. 1 секунд, 2, 3, сосын Гүлнар өте баяу. Сен мұны қайдан білдің? Менің денем мұздап кетті. Өйткені оның жауабы бір нәрсені анық көрсетті. Гүлнар бұл туралы білетін. Демек білесің. Айгүл, мен саған түсіндіре алам. Нені түсіндіресің? Мен Маратқа көмектескім келген. Менің атыма жалған құжат рәсімделгенін де білдің бе? Гүлнар үнсіз қалды. Гүлнар! Ол ақырын. Иә, менің көзіме жас келді. Неге? Себебі Марат жалғыз қалды. Оған ешкім көмектеспеді. Ал маған неге айтпадың? Гүлнардың даусы дірілдей бастады. Өйткені Марат маған сені қорғауға ант бергізді. Менен қорғау үшін мені алдадыңдар ма? Жоқ. Онда шындықты айт. Гүлнар бірнеше секунд үндемеді. Сосын, Айгүл, сен бір нәрсені білмейсің. Не? Мараттың қарызының артында ақша емес. Ол сөзін аяқтамай тоқтады. Не? Адам бар. Қандай адам? Гүлнардың даусы сыбырлап шықты. Сол адам қазір сенің үйіңе жақын жерде болуы мүмкін. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Не дедің? Терезеден қарама. Бірақ мен оның сөзін тыңдамадым. Терезеге қарай баяу жүрдім. Пердені сәл ғана аштым. Аула қараңғы. Бірақ көше жақта бір қара көлік тұр. Фарасы өшірулі. Мен көлікке қарап қатып қалдым. Ерлан менің қасыма келді. Не болды? Мен көлікті көрсеттік. Анау машина. Ерланның жүзі әп-сәтте өзгерді. Бұл Мараттың көлігі. Мен оған қарадым. Бірақ Марат вахтада емес пе? Ерлан терезеге қайта қарады. Сосын өте ақырын. Иә, ол вахтада болу керек еді. Сол сәтте сырттағы көліктің есігі ашылды. Ал ішінен түскен адам бізге қарай тура үйге бет алды. Сыртқы есіктің тұтқасы баяу қозғалды. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. Терезеден көрген қара көлік әлі аулада тұр. Ал оның ішінен түскен адам біздің үйге қарай келе жатыр. Ерлан бірден жақты өшірді. Неге өшірдіңіз? Дедім сыбырлап. Үндеме. Кім ол? Білмеймін. Сіз жаңа ғана бұл Мараттың көлігі дедіңіз. Иә. Онда Мараттың өзі болуы мүмкін бе? Ерлан жауап бермеді. Есіктің тұтқасы тағы қозғалды. Сосын 3 рет ақырын қағылды. Тоқ, тоқ, тоқ. Менің денем мұздап кетті. Балалар оянып кетпесін деп тіпті демімді ішіме тартып бардым. Ерлан есікке жақындап. Кім? Деді. Сырттан ер адамның дауысы естілді. Менмін. Мен дауысты бірден таныдым. Марат. Марат! Деп дауыстап жіберуге шақ қалдым. Ерлан қолымды ұстап тоқтатты. Асықпа. Бұл менің күйеуім. Білемін. Есікті ашайық. Жоқ. Неге? Ерлан маған біртүрлі қарап. Өйткені Мараттың дауысы есіктің ар жағында тұрса да, мен оның дәл қазір үйге кіруіне дайын емеспін. Не айтып тұрсыз? Ол үндемеді. Есіктің ар жағынан тағы дауыс шықты. Айгүл, есікті аш. Бұл жолы Мараттың дауысы анық естілді. Мен Ерланды итеріп жіберіп, есікке қарай жүгірдім. Марат! Есікті ашып жібердім. Алдымда шынымен Марат тұр. Үстінде қара күрте, қолында шағын сөмке, беті шашаңқы, көзінің астында қара дақтар. Ол мені көріп, бір сәтке қатып қалды. Сосын, Айгүл? Мен оны құшақтағым келді, бірақ соңғы сәтте тоқтадым. Сен неге келдің? Үйіме келуге рұқсат сұрайтын болдың ба? Сен вахтада едің. Ерте қайттың. Неге? Марат жауап бермеді. Мен артқа қарадым. Ерлан дәлізде тұр. Марат оны көргенде жүзі бірден өзгерді. Сен мұнда не істеп жүрсің? Ерлан сабырлы түрде. Өзің жібердің. Марат бір сәтке үнсіз қалды. Не айтып тұрсың? Айтқанымды. Марат маған қарады. Сен оны үйге кіргіздің бе? Иә. Неге? Өйткені ол сен туралы хат әкелді. Мараттың жүзі әп-сәтте бозарып кетті. Қандай хат? Өзің жазған хат. Ол маған ұзақ қарап тұрды. Сен оны оқыдың ба? Иә. Бәрін де? Жоқ. Бірақ жеткілікті. Марат басын төмен түсірді. Мен оның көзінен
бірінші рет қорқынышты анық көрдім. 15 миллион туралы да білемін, дедін. Ол көзін жұмды. Айгүл, менің атыма рәсімделген қарыз туралы да білемін. Марат үнсіз қалды. Гүлнардың қатысы барын да білемін. Ол бірден Ерланға бұрылды. Сен оған бәрін айтып қойдың ба? Ерлан, жоқ. Онда кім айтты? Мен жауап бердім. Гүлнардың өзі. Мараттың өңі өзгерді. Сен оған қоңырау шалдың ба? Иә. Неге? Өйткені сен менен бәрін жасырып келдің. Марат орындыққа отырды. Екі қолмен бетін басты. Мен сендерді қорғағым келді. Мен ашумен күліп жібердім. Мені қорғадың ба? Иә. Менің атыма қарыз жазылып жатқанда ма? Мен оны қайтаруға тырыстым. 7 жыл бойы. Иә. Неге маған айтпадың? Ол маған қарады. Өйткені сен бәрін тастап кетер едің. Бұл сөз менің жүрегіме қатты тиді. Сен мені соншалықты әлсіз деп ойладың ба? Жоқ. Онда мен сені жоғалтудан қорықтым. Бөлмеше үнсіз қалды. Бірақ менің сұрағым әлі көп еді. Сен вахтаға қашан кеттің? 2 ай бұрын. Ал бүгін? Бүгін қайттым. Неге? Марат жауап бермеді. Мен оған жақындадым. Неге, Марат? Ол Ерланға қарады. Айт. Ерлан үндемеді. Сен айт, деді Марат. Нені? Оның бәрін білетін уақыт келді. Ерлан маған бұрылды. Мараттың қарызының негізгі бөлігі бір адамға байланысты. Кімге? Марат. Мен айтамын. Ол орнынан тұрды. 7 жыл бұрын мен бір адамға ақша бердім. Кімге? Гүлнардың күйеуіне. Менің көзім бақырайып кетті. Не? Ол кезде оның бизнесі жүрмей қалған. Мен көмектескім келді. Сосын ол ақшаны қайтара алмады. Сондықтан қарыз сенің мойныңа қалды ма? Жоқ. Марат басын шайқады. Мәселе басқа. Ол үстел үстіндегі құжаттарды алды. Гүлнардың күйеуі менің құжаттарымды пайдаланып, бірнеше жерден ақша алған. Мен. Ал менің атыма? Кейін. Неге менің атыма? Мараттың дауысы бәсеңдеді. Өйткені ол менің барлық мүмкіндігім біткенін білді. Мен оның көзіне қарадым. Ол кім? Марат жауап бермеді. Ерлан сөзге араласты. Ол адам қазір жоқ. Қайда? Қазақстаннан кеткен. Қашан? Бірнеше жыл бұрын. Мен түсінбей қалдым. Онда қарыз неге әлі бар? Марат. Өйткені ол қарыздың бір бөлігі жалған құжаттар арқылы рәсімделген. Ал оны кім рәсімдеді? Марат үндемеді. Мен оның үнсіздігінен бәрін түсіндім. Гүлнар ма? Жоқ. Онда кім? Мараттың жауабы мені одан сайын таңғалдырды. Сенің өз ағаң. Менің көзіме жас толды. Ағам? Иә. Бұл мүмкін емес. Мүмкін. Неге? Ол кезде мен саған айтпауымды өтінді. Мен орындыққа отырып қалдым. Бала кезден бірге өскен ағам. Отбасымыздың ең жақын адамы. Мараттың сөзін естіп басым айналды. Неге ол мұндай нәрсе істейді? Себебін мен де білмейін. Сен білесің. Жоқ. Өтірік айтпа. Марат көзінде тік қарады. Мен саған бір нәрсені айтпадым. Тағы не? Сенің ағаң бұл істі жалғыз жасамаған. Менің жүрегім тағы да дүрсілдеп кетті. Кіммен бірге? Марат жауап бермеді. Ерлан кенет. Марат. Айту керек. Әлі ерте. Жоқ, енді кеш. Марат маған қарады. Оның жанында Гүлнар болған. Мен орнынан атып тұрдым. Гүлнар? Иә. Сонда ол мені жылдар бойы алдап келген бе? Басында олай болған жоқ. Қалай? Марат түсіндіре бастады. Гүлнар алғашында олардың қарыз мәселесін шешуге көмектескен. Бірақ кейін оның қолына маңызды құжаттар түскен. Сол құжаттар арқылы Айгүлдің атына қарыз рәсімделген. Ал Гүлнардың бұл іске не үшін барғанын Марат әлі де түсінбеген. Мен басымды ұстап отырдым. Сонда менің ең жақын құрбым Айгүл. Жоқ, Марат. Мен оның сөзін бөлдім. Маған енді сену қиын. Ол үндемеді. Сол кезде менің телефоным шырылдады. Экранда Гүлнар. Мен қоңырауды көтердім. Алло? Ар жақтан оның дауысы естілді. Айгүл, Марат үйге келді ме? Менің денем мұздап кетті.
Сен қайдан білесің? Гүлнар үндемеді. Гүлнар, қайдан білесің? Ол сыбырлап. Өйткені... Сол сәтте байланыс үзілді. Мен телефонға қарап қалдым. Не болды? Деді Марат. Мен оған жауап бере алмадым. Өйткені 1 секундтан кейін Гүлнардан хабарлама келді. Маратқа сенбе, ол сенің ағады жаманатып отыр. Шын қылмыскер, Ерлан. Мен экранды Ерланға көрсеттім. Ерлан хабарламаны оқып, үнсіз қалды. Марат оған бұрылды. Ерлан. Ерлан орнынан тұрды. Енді бәрін айтуға тура келеді. Не айтасың? Деді Марат. Ерлан маған қарады. Мен бұл отбасына алғаш рет қашан араласқанымды айтуым керек. Қашан? Ерлан біраз үнсіз тұрды. Сосын, сен Маратқа тұрмысқа шықпай тұрып, менің денем мұздап кетті. Не дедіңіз? Ерлан көзін төмен түсірді. Айгүл, сен мені бұрыннан білесің. Мен басымды шайқадым. Жоқ, сен мені ұмытқансың. Біз бұрын кездескенбіз бе? Ерлан жауап бермеді. Сосын өте баяу. Я, Мараттан бұрын. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Сол сәтте ғана мен Ерланның неге осы түнде келгенін, неге Марат одан қорқатынын, және неге ол менің өмірімдегі кейбір нәрселерді менен артық білетінін түсіне бастағандай болдым. Бірақ оның келесі сөзі бәрінен де ауыр еді. Айгүл, мен сені Маратқа дейін жақсы көргенмін. Айгүл, мен сені Маратқа дейін жақсы көргенмін. Ерланның осы сөзінен кейін бөлмеше өлі тыныштыққа айналды. Мен оған қарап қатып қалдым. Марат та үнсіз тұр. Менің миым бірден өткен жылдарға шегінді. 20 жылдан астам уақыт бұрын. Жастық шағым. Ауылдағы көше, анамның үйі, көрші үйдегі жігіттер. Солардың арасында Ерлан да болған. Бірақ мен оның маған ерекше қарайтынын ешқашан түсінбеппін. Менің есіме бір ғана нәрсе түсті. Сен... Я. Сол безде мені шығарып салатын жігіт сен бе едің? Ерлан басын изеді. Я. Менің көз алдыма ескі көріністер келе бастады. Кешкісін ауылдың қараңғы көшесі. Мен дүкеннен қайтып келе жатқанмын. Бір жігіт алыстан соңымнан еріп жүретін. Мен оны жай ғана көрші бала деп ойлайтынмын. Неге маған ешқашан айтпадың? Өйткені Марат айтты. Не деді? Егер Айгүлді шынымен жақсы көрсең, оның бақытын ойла деді. Мен Маратқа қарадым. Сен мұны білгенсің бе? Марат көзін төмен түсірді. Я. Қашаннан бері? Әуелден. Менің жүрегім ауырды. Демек, сен Ерланның мені жақсы көргенін біліп, соған қарамастан мені алдың ба? Айгүл, ол кезде бәрі басқаша еді. Қалай басқаша? Мен сені жақсы көрдім. Ал ол ше? Марат үнсіз қалды. Ерлан, мен ешқашан сенің араңа түскен жоқпын деді. Мен оған қарадым. Бірақ қазір түстін. Ол басын изеді. Я. Неге? Ерланның дауысы ауыр шықты. Өйткені мен сенің өміріне қауіп төніп тұрғанын білдім. Қандай қауіп? Мараттың қарызы ғана емес. Менің жүрегім қайтадан дүрсілдеді. Тағы не бар? Ерлан сөмкесінен тағы бір бума қағаз шығарды. Мыналарды тапқан кезде Марат маған сенің қауіпсіздігің үшін бақылап жүрімді өтінді. Бақылап жүру? Я? Сонда сен мені аңдыдың ба? Жоқ, мен сені қорғадым. Айырмашылық қайда? Егер біреу сенің артынан жүрген байқасам, Маратқа хабарлайтынмын. Кім? Ерлан үндемеді. Марат сөзге араласты. Айгүл, соңғы бірнеше айда бір адам сен туралы ақпарат жинап жүрген. Қандай ақпарат? Қайда барасың? Кіммен кездесесің? Балалар қайда оқиды? Менің жүрегім суып кетті. Неге? Мен білмеймін. Сен білмейсің бе? Жоқ. Ерлан. Мен білем, деді. Марат оған қарады. Айт. Ерлан маған бұрылды. Ол адам сенің ағаңмен байланысты. Мен бірден. Тағы да ағам. Я? Неге бәрі ағама тіреледі? Ерлан қағаздардың бірін көрсетті. Себебі осы адамның аты осы жерде бар. Мен құжатқа қарадым. Бірнеше телефон нөмірі, кездесулердің даталары, ақша аударымдары, ал ең соңында ағамның аты. Мен көзімді жұмдым. Мен оған сеніп жүрдім. Марат, мен де. Онда неге оған қарсы ештеңе жасамадың? Дәлел жетпеді. Ал қазір бар ма? Ерлан, бар. Мен оған қарадым. Қайда? Ол телефонын шығарды. Мына жерде.
Экранда бір сурет ашылды. Көлік ішінде отырған екі адам. Бірі менің ағам, екіншісі менің қолым дірілдеп кетті. Бұл Гүлнардың күйеуі емес пе? Иә. Бірақ ол бірнеше жыл бұрын шетелге кеткен. Ресми түрде кеткен. Ал мына сурет қашан түсірілген? Ерлан: 3 ай бұрын. Мен орнымнан тұрып кеттім. Демек ол қайтып келген? Марат: Иә. Қазір қайда? Ерлан: Білмейміз. Мен терезеге қарадым. Сырттағы қара көлік әлі тұр. Мүмкін сол адам шығар. Ерлан терезеге жақындады, бірақ көлік жоқ болып кеткен. Менің жүрегім қайта дүрсілдеді. Қайда кетті? Ерлан есікті ашып сыртқа шықты. Бірнеше минуттан кейін қайта кірді. Із жоқ. Марат маған қарады. Айгүл, мен сені осы үшін қорғадым. Сен мені қорғаған жоқсың. Қалай? Сен мені қараңғылықта ұстадың. Ол үндемеді. Егер сен маған 7 жыл бұрын бәрін айтқанда, бәлкім бұл жағдай мұндай болмас еді. Марат басын төмен түсірді. Білемін. Сен мені жоғалтып алудан қорықтың. Иә. Бірақ сенің өтірігің мені бәрібір жоғалтты. Оның көзінен жас шықты. Мен оны бірінші рет осылай көрдім. Бірақ жүрегім бұрынғыдай елжіремеді. Сол кезде есік қағылды. Үшеуміз де жалт қарадық. Бұл жолы қағу қатты болды. Тоқ, тоқ, тоқ. Марат бірден есікке қарай барды. Ашпа, деді Ерлан. Марат тоқтады. Кім? Сырттан әйелдің дауысы шықты. Менмін, Гүлнар. Марат есікке қарады. Не істейміз? Мен: Ашайық. Ерлан: Айгүл, абай бол. Есікті аштық. Гүлнар табалдықта тұр. Көзі қызарып кеткен. Жылағаны көрініп тұр. Айгүл. Мен оған қарап: Кір. Гүлнар ішке кірді. Марат оған бірден: Сен неге келдің? Онымен сөйлесу үшін. Не айтасың? Гүлнар маған қарады. Сен бәрін білуің керек. Мен: Бастай бер. Ол біраз үнсіз тұрды. Мен сенің ағаңмен бірге жұмыс істедім. Марат: Жұмыс емес. Сендер менің құжаттарымды пайдаландыңдар. Гүлнар: Басында мен оны не істеп жүрген білмедім. Кейін білдің бе дедің? Иә. Неге тоқтатпадың? Гүлнардың көзіне жас толды. Өйткені бұл мені қорқытты. Немен? Балаларыммен. Бөлмеші тыныштыққа батты. Гүлнар: Ол маған егер бәрін айтсаң, балаларыңды көрмейсің деді. Менің жүрегім ауырды. Сондықтан сен мені алдадың ба? Иә. Марат та сені қорқытты ма? Гүлнар басын шайқады. Жоқ. Онда Марат неге сені кінәлі қылып көрсетіп жүр? Гүлнар Маратқа қарады. Өйткені ол шын кінәліні қорғап жүр. Мен Маратқа бұрылдым. Кімді? Мараттың жүзі өзгерді. Гүлнар, үндеме. Жоқ. Гүлнар алғаш рет қатты сөйледі. 7 жыл болды. Жетеді. Ол маған қарады. Айгүл, сенің ағаң жалғыз емес. Менің жүрегім суып кетті. Кіммен? Гүлнар Ерланға қарады. Сол сәтте Ерланның жүзі өзгеріп кетті. Гүлнар, айтуым керек. Мен Ерланға қарадым. Сен де осының ішінде барсың ба? Ол үндемеді. Гүлнар: Иә. Мен бір қадам артқа шегіндім. Ерлан? Ол басын төмен түсірді. Мен бастапқыда олардың жағында болдым. Менің көз алдым қарауытып кеткендей болды. Неге? Ақша үшін. Қанша? Сол кезде көп ақша керек болды. Ал кейін? Кейін мен олардың не істеп жүргенін түсіндім. Сонда сен Маратқа бәрін айтып, мені қорғауға кірістің бе? Иә. Ал Марат сенің бұрын мені жақсы көргеніңді білген. Иә. Мен ештеңе айта алмадым. Ерлан маған жақындады. Айгүл, мен саған ешқашан жамандық ойлаған жоқпын. Бірақ сен мені алдадың. Иә. Сен де. Мен Маратқа қарадым. Сен де. Екеуі де үндемеді. Сол сәтте Гүлнардың телефоны шырылдады. Ол экранға қарады. Бірден өңі қашып кетті. Не болды дедім. Ол телефонын маған көрсетті. Бір хабарлама. Бәрін жиналып талсыңдар. Енді жасыратын ештеңе қалмады. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Кім жіберді? Гүлнар. Білмеймін. Бірақ бірден тағы хабарлама келді. Бұл жолы Ерлан, сенің кезегің келді. Ерлан телефонға қарап қатып қалды. Бұл кім дедің? Ол алғаш рет қорыққанын жасырмады. Менің бұрынғы серіктесім. Ол тірі ме?
Ерлан ақырын ғана басын изеді. Иә, қайда? Ерлан терезеге қарады. Дәл қазір біздің үйдің сыртында болуы мүмкін. Сол сәтте сырттан көліктің моторы гүр етіп қосылды. Біз төртеуміз де терезеге қарай ұмтылдық. Қара көлік ауладан шығып бара жатты. Бірақ оның артқы әйнегінен бір адам бізге қарап тұрды. Мен оны көрген сәтте таныдым. Бұл менің ағам еді. Ал оның жанындағы жолаушы орындығында отырған адам Мараттың бірнеше жыл бұрын жоғалып кеткен серіктесі болатын. Таңғы сағат 5:30. Мен терезе алдында үнсіз тұрдым. Көшеде қара көлік алыстап бара жатты. Ал оның ішінде менің ағам мен Мараттың бірнеше жыл бұрын жоғалып кеткен серіктесі отыр. Мен әлі де көргеніме сене алмадым. Бұл мүмкін емес, дедім ақырын. Марат қасыма келді. Айгүл, сен оны таныдың ба? Иә. Ол тірі екенін білдің бе? Марат басын шайқады. Жоқ. Сен мені 7 жыл бойы неге осынша өтірікпен өмір сүргіздің? Марат көзін төмен түсірді. Өйткені мен шындықты айтсам, бәрі одан да жаман болар еді.